Oh ұйқыдан тұру керек болды. Йоп дегенде телефоныма қанша сообщение келіп қалған. Телефонымды түнімен зарядке қоймай ұйықтап қаптым, бірақ процент қапты. Жарайды. Тұра берсін, так онда бүгінгі жұмысым істеп тастайын. Ақшаларым орында әйтеуір. Ақшаларым бір жерге жарату керек еді. Ей, что за, ей? Не болып жатыр, ей? Что за, не болып жатыр, ей? Ей, сендерді ме тағы маған пранк істеп жүрген, жіберіңдер мені. Нурик, что там, пранымызға іліп қалдың ба? Біздің пранкқа қош келдің. Қазір пранктарымен қоса мұрындарын жұлып аламын. Шығарыңдар мына жерден. Нурик, ол біздің проблемамыз емес, өзің шығып ал. Күлкіден өлетін болдық. Видеоға түсіріп аң. Қазір шығып алайын, оңдырмайым әрқайсысыңды бар ғой. Давай, Нурик, сені ешкім шығармайды. Малдар натуре ше. Әдем көңіл-күймен тұрғанда блоктарды қалып шығып кетейін. Чо там, жақындап қалдым, чо там, неғып күліп тұрсыңдар? Нурик, чо там, Нурик? Айтшы маған, мұрындарыңды жұлып алам ше қазір. Күлкілеріңді тие алмай қаласыңдар жігіттер. Сен не арқарап тұрсың, арқарап күліп тұрсың ба, не? Осы істерің үшін жауап бересіңдер. Не үшін жауап беруіміз керек? Қазір көресіңдер ғой шетелдер. Қой, мынау күлкіден өлтірді жаймен. Кеттік үйімізге, шетелдер. Итеріп зытып кетті ғой, ептіктер. Натуре бар ғой шетелдер. Малдар натуре ше. Оларға көйлек көрсетем қазір. Пранктармен қоса ұрып өлтірем ше. Қазір ұрып өлтірмесем сол пранк. Так, в общем, мынаны істей берейік. Үйімнен бір затты ұмытып кеттім ше, соны апарып алып қайтайын ше. Қазір тез алып қайтайын соны. Так, опа. Мынау не сандық? Нурикқа сыйлық дейді. Не сыйлық? Ну ладно, подписчиктермен келген шығар. Жарайды, ашып көрейін ал. Алмазды батыр. Что? Қандай дауыс? Қандай бір дауыс шығады? Айттым бұл. Үйіме не болды? Үйім жарылып кетті ғой. Үйім не болып кетті? Ананы кім істесе де оңдырмайым ше, кім істесе де аямайым ше. Оңбағандар. Жоқ, үйім кет. Кім болса да, үйім. Нурик, үйің жарылып кетті ма? Сендер қалбең енді. Осы сендер қоясы деген. Сомнениең бар ма не? Нурик, лашарасын сен түсінің ба? Бізге по-любому ответке қайтара алмайсың. Пранк. Сәтті орындалды, Нурик. Осы үшін жауап бересіңдер. Пранктарыңмен қосын мұрындарын жұлып алам ше. Ана күлкілерін тие алмай қаласыңдар. Қой, жетелдер, біз кеттік. Өзі шешіп алады. Кеттік, жетелдер. Үйім жарылып кетті, сундығыма пешім анаққа бекітілген еді, ол қалып кетті, үйім жарылып кетті. Ассалаумағалейкум достар, мен Нурик, қалайсыңдар? Бүгін пока мен настроением жоқ, себебі камераны қосып едім. Какой-то бір ауылдағы шетелдер маған пранк ұстап, үйімді жарып жіберді. Мен оларға ответка қайтарғым келіп тұр, достар. Менімен бірге болыңыздар, Майнкрафт влогыма қош келдіңіздер, достар. Үшін үйімді жарып жіберді. Енді үйіме маған біраз ақша кететін болады. Сондығымда ақшалар кететін болды. Ал енді мен уже огород жинауыма да настроением кетіп қалды. Мен үйтіп мен ол шетелдерге ответка қайтарғым келіп тұр, достар. Менімен бірге бола бер. Так, достар, ше, нақты сәл жермен жауып қойдым. Енді менде бір идея болып тұр ше, достар. Мен шетелдерден кегімді алғым келіп тұр. Бұл Майнкрафтта жалпы теория бойынша анимация көп жерлерді көреді жастар. Яғни херобрин болып, мен бұларға пранк жасағым келіп тұр.
пранктың көкесін көрсетейін бұларға. Так, Херабрин болсақ, біз любой мобты шақыра алатын боламыз. Сондықтан Херабрин болып бұларды біраз қорқытпаймыз ба, достар, иә? В общем, менше қазір кешті күтейін, мен оған дейін курьерден Херабриннің киімін заказ бере берейін, жарайды. Так, заказ берейін, достар, давайте. Түн батсын, сол кезде видеоны қосатын болам, пока сөйтіп заказ бере берейін. Ал, достар, мінекей, мен Херабриннің костюмын алып алдым. Вот, дәл осылай костюмын киіп алдым. Енді дәл осылай оларға шабуыл дегенде пранк жасайтын боламыз. Кстати, админдерден сұрап мен творческий алған болатынмын. Енді полный бағана маған пранк жасаған үшеуін бүкіл шетелдерді пранк жасап жататын боламыз. Видеоны жатса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. 300 подписчикке аз қалды. Ал енді кеттік. Пранктың көкесін көрсетем, маған пранк жасаған қандай болатын көрсетем. Үйін жатып тастады ғой, өздеріне жасатқызам соны. Кеттік. Так, бәрін қорқыту керек маған. Так, шетел маған көрмей тұрғанда. Шетел көбейген. Так. Что-то придумаем. Короче, шетел қазір ұйықтап тұрма, бір нәрсе істеп тұр. Судың астына мен сені өлтірем, жеймін қазір. Херабрин жоқ. Достар, ана шетел талғанынан бұлар алдыға қарай құлатты, судың астына кетіп қалды. Анау аман қалама білмейме. Анау тұншығып аққан сияқты мен ойымша ше. Өзі білет. Так, мақта бір шетел тұр. Мен сендерді жим қазір. Жоқ. Қашындар шетелдер. Херабрин жоқ. Тыпырлап қашып кетті ғой. Достар, олар жестко шығып қойды ғой кәдімгі. Так, мені қорқытқан шетелдің үйі бар еді, мына жерде ше, міне осы. Так, үйінде әлі ұйықтамапты. Давай, төбесінен кіріп келейік та, давай ма. Мен сені жеймін жетел. Тиіспеш маған, Херабрин, тиіспеш. Жоқ, тиіспе маған. Херабрин. Анау кәдімгі мен итеріп, қорққаннан есіктен былай ұрылып қашып кетті, достар. Ана қарай кетіп қалды. Шетел жестко шып тастады кәдімгі. Так, енді маған күлген пранкстаған тағы бір шетелдер бар. Ол міне осы церковьте тұрады. Осы церковьтағы нелерді құртаймын. Давай, пранк жасаған қандай болатын көрсетейін. Мен сендерді қазір өлтіремін. Жоқ, қашайық шетел, қаш. Қашайық, қашайық. Мына тышқақтар, бірін қолдарымен ұстап қашты ғой. Мына есікті датаво жұлып алды. Прикиньте, есікті жұлып алып, мыяққа қарай қашты ғой, короче. Қалай қашқандарын көрсеңдер сендер. Жестко қашты да. Жестко. Үйлерін жақ тастайын ба. Қойғырсын ертең маған әңгіме жүрсесі тағы мөр жоқ, бұрашы. Сонда да қойғыш, короче. Енді маған түсінді ғой, пранк істей алмайтындарын түсінді, болды. Қойғырсын. Мына шетел шықты ғой, Что там? Жеймен сені. Херабрин. Ана тышқақта кетіп қалды, судың астынан енді шығып еді қасқа. Мені қорқып тағы кетіп қалды ғой, анау батып жатыр қасқа, қойғырсын. Так, осымен шоттам, короче. Алдыса сіздерге осы видео ұнаған болса, анаға тіркеу лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Короче, Херабрин сетіне мән бермең, бұл костюм ғой, шо.
Ал енді сіздермен болған мен Нурик пранк ұнады ма? Комментарий жазып кетіңдер. Шетелдерге кәдімгідей то, что вы шетелдер. Ё-моё, маған пранк ұстап, ё-моё. Ал сендермен болған мен Нурик. Кәдімгідей настроением көтеріліп қалды. Давайте, достар.